Біз дұрыс ауызашар жасап жүрміз бе? Алла Иса саллаллаху алейхи вассалам ауызашарда 3 құрма жейді екен. Кейін ақшам намазын оқиды екен. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша, жеміс-жидектің құрамындағы қант адам ағзасына 10 минуттың ішінде дарып, миға белгі береді екен. Тамақтан алдын жеміс-жидектер жеу арқылы, кейін біраз уақыттан кейін үлкен асқа қол салатын болсақ, Алла Тағала аз ғана асқа ол пендені тойымды қылып қояды екен. Құран-ы Кәримде жәннат иелерінің бірінші асты қалаған жеміс-жидектермен бастауы, артынан тәбеті тартқан ет тағамдарына жеу туралы айтылған. Әрбір мұсылман ауызашарда бірінші жеміс-жидек, яғни құрмамен бастап, біраз уақыт өткеннен кейін үлкен асқа отыруы маңызды. Біз бұл пайдалы кеңестерді пайғамбарымыздан үйренеміз. Ал пайғамбарымызға кім үйретті? Алла Тағала Құран-ы Кәримде пайғамбар ол өздігінен еш нәрсені айтпайтындығы, бәлки Алланың айт деген, үйрет деген нәрсесін айтатындығы Құран-ы Кәримде айтылған.